Бірде балалар бүркітке тас лақтырып, оның қанатын сындырып тастайды. Бүркіт бір кедей адамның ауласына құлап түседі. Құсты көрген адам оның қанатын емдеп, оған тамақ береді. Құс жазылған соң, әлгі кісі оны ұшырып жібереді. Сол кезде бүркіт адамның тілімен сөйлеп кетеді. Сөйтсе, ол сиқырлы бүркіт екен. Сен маған мейірімді болдың. Сондықтан мен саған бір дән беремін. Осы дәнді ексең, ертең аулаңда қарбыз өсіп шығады, деп бүркіт кедейге бір дән береді. Кедей оны отырғызып, келесі күні тұрса, ауласында көп қарбыз өсіп қалыпты. Ол бүкіл ауылды қонаққа шақырып, бүркіттің сиқыры жайлы айтып береді. Сонда бай: ақымақ, егер қарбызың сондай көп болса, неге базарға барып сатып жібермедің? Сол кезде ақшаңда көп болушы еді ғой. Ал сен болсаң, адамдармен бөлісіп жүрсің, деп кедейді мазақтайды. Байеке, сіз де қонақ болыңыз, деп әлгі кедей шақырса да, бай бармай қояды. Солай бүкіл ауыл кедейдің үйіне жиналады. Кедей бір қарбызды пышақпен кесіп қалса, ішінен көп алтын шығады. Келгендердің бәрі оны бөлісіп, мәз-мейрам боп үйлеріне байып қайтады. Бұл жайлы естіген бай ашуланып, сиқырлы бүркітті ұстап алмақ болады. Барлық жерге қақпан құрып қойып, бай бүркітке тас атыпты. Сосын құсты алып, оның жарасын емдепті. Кейін оған тамақ беріп, бүркітті ұшырып жіберіпті. Сонда бүркіт байға да бір дәнді қалдырып кеткен екен. Бай қуанып дәнді егіп қояды. Сол дәннен ертеңінде көп қарбыз өсіп шығыпты. Бай қарбызды ешкіммен бөліспей, бәрін үйіне тасып алады. Енді біреуін кесіп қалса, ішінен көп ара шығып келеді. Ол араның бәрі байды шағып тастапты. Сонда жасаған жамандығы үшін бүркіт байға алтын емес, араға толы қарбыздың дәнін берген екен. Көрдіңдер ме балалар, жақсылықты тек шынайы жасау керек.